Суретке түсіргенде қайтадан түсірші, онша шықпапын дейтіндерге дүниеге келгенде акушерге айтпадың ба осы сөздеріңді? Жындыханада жынды емес, тіркелмеген деген анықтама алу үшін кезекте тұрғам. Кезек біткенше жынды болып тіркеліп кетті. Айтқали, мен. Қажымұрат, мен. 3030. Менің есімім Зозо, жолдас майор. Балгер, сіз 30 жасқа дейін кедейлікте өмір сүресіз. Ал кейін не? Байып кетем бе? Ал кейін үйреніп кетесіз. Мені сүйесің бе? Әрине. Ал мен үшін өлесің бе? Қойш, мен өлсем сені кім сүйеді? Күйеуі мен әйелі қорқынышты кино көріп отыр екен. Бір кезде экранға түрі жаман адам шығады. Сонда әйелі: мама. Күйеуі: иә, кішкене ұқсайды екен. Толып тұрған автобуста: кешіріңіз, сіз маған почти жатып алдыңыз ғой? Енді ештеңе істеген жоқпын ғой. Істесеңші енді бірдеңе. Бір қыз темек шегіп тұрады. Сосын бір жігіт орысша білмей темек сұрайын деп: девушка, вы курица? А ты что, петух, что ли? Да нет, я тоже курица. Әйелім екеуміз бәрін тастап, ақшамыз таусылғанша саяхаттаймыз деп шештік. Сол күні кешке қарай үйге қайттық. Әйелі бір отырыстан мас болып келіпті. Күйеуі жатын бөлмеден: күнім, андағы құлаған не? Менің күртешем. А неге сондай қатты дыбыспен құлады? Сенің күнің одан шығып үлгермей қалыпты. Бір студент сабақ уақытында мұғаліммен жағаласып сөйлей берген екен. Мұғалім ашуланып оған: Ахметов, кел, менің орныма тұрып сабақ түсіндіре ғой десе, студент ойланбастан тақтаға шығып: сабақ бітті, бәріңізге рахмет. Бір күні әйелімді көңілдесімнің атымен Айгүл деп айтып қалам ба деп қорқып жүрген едім. Кеше мысық сатып алып атын Айгүл деп қойдым. Бәрі керемет, қорқыныш жоқ. Бір аптадан кейін әйелім базардан күшік сатып алып келді. Оның атын Бека деп қойды. Енді отырмын темекіні шегіп, ойланып. Бір жынды дүкенге келіп: ештеңе бар ма деп сұрайды. Сонда сатушы ойланып: иә, ештеңе бар дейді. Онда маған ештеңеден 1 кило беріңізші. Сатушы тағы ойланып: көзіңді жұмшы. Жұмдым. Не көрдің? Ештеңе. О, міне сол ештеңеден 1 кило салып ал, мен саған санап берейін. Бір жынды көшеде: мен Құдайдың елшісімін, ол мені жерге жіберді деп келе жатса, алдынан басқа бір жынды: жоқ, Құдай мені жерге жіберді, мен Құдайдың елшісімін деп келе жатыр. Екеуі бір-біріне жақындай бере: мені жіберді деп сөз таластырып: жүр, ана адамнан сұрайық, сол айтсын кімді жібергенін деп шетте тұрған адамға барып: бауырым, айтшы, Құдай оны жіберді ме, әлде мені жіберді ме десе, сөйтсе әлгі адам: мен ешкімді ешқайда жіберген жоқпын депті.